Сәлеметсіздер ме, студенттер? Мен Жамбыл жоғары медициналық колледжінің анатомия және физиология пәнінің оқытушысы Тұрдалиев Досжан Исабекұлы. Бүгін сіздерді аяқ сүйектерінің құрылысы және қызметімен таныстырамын. Аяқ сүйектері екі бөлімнен тұрады. Жамбас белдеуінің сүйектері, чингулум мембре инфериорис. Еркін қозғалатын аяқ сүйектері, скелетон мембре инфериорис либере. Жамбас белдеуі жұп жамбас сүйектен және артқы жағында 8 көзден тұрады. Аяқтың еркін қозғалатын сүйектеріне ортан жілік, сирақ сүйектері, асықты жілік тибия және асықты жілік шыбығы фибула, және аяқ ұшы сүйектері осса педис жатады. Аяқ сүйектері тірек қимыл жүйесінің негізгі бөлігін құрайды, және адамның дене салмағын ұстап тұру, қозғалу, тепе-теңдікті сақтау қызметтерін атқарады. Бұл сүйектердің құрылысы жүруге, жүгіруге және тік қалыпта тұруға бейімделген. Аяқ сүйектері анатомиялық тұрғыдан 3 негізгі бөлімге бөлінеді. Жамбас белдеуі, еркін төменгі аяқ сүйектері және табан сүйектері. Әр бөлімнің өзіне тән құрылысы мен қызметі бар. Жамбас сүйегі. Жамбас сүйегі төменгі аяқ қолды тұлғамен байланыстырады. Ол 2 жамбас сүйегінен тұрады және әр сүйек 3 бөліктен құралған. Мықын сүйегі, шонданай сүйегі, қасаға сүйегі. Бұл 3 сүйек бірігіп жамбас ойысын түзеді. Осы ойысқа сан сүйегінің басы кіріп, жамбас сан буынын құрайды. Қызметі: дене салмағын аяқтарға тарату, ішкі ағзаларды қорғау. Сан сүйегі, фемур. Сан сүйегі адам ағзасындағы ең ұзын және ең мықты сүйек. Ол 3 негізгі бөліктен тұрады. Сан сүйегінің басы дене бөлігі төменгі ұшы, мішелкалары. Сан сүйегінің басы жамбас ойысына кіріп, жамбас сан буынын түзеді. Ал төменгі ұшы тізе буынының құрамына қатысады. Қызметі: қозғалысты қамтамасыз ету, дене салмағын ұстап тұру, бұлшықеттердің бекінуі. Тізе тобығы, пателла. Тізе тобығы жалпақ, домалақ пішінді сүйек. Ол тізе буынының алдыңғы жағында орналасқан және сан бұлшықеттерінің сіңірінде жатады. Маңызы: тізе буынын қорғайды, бұлшықет күшін арттырады, тізе қозғалысын жеңілдетеді. Балтыр сүйектері. Балтырда 2 сүйек орналасқан. Үлкен желіншік сүйегі, тибия, балтырдың ішкі жағында орналасқан. Дене салмағын тікелей көтеретін негізгі сүйек. Тізе және тобық буындарының түзілуіне қатысады. Кіші желіншік сүйегі, балтырдың сыртқы жағында орналасқан жіңішке сүйек, бұлшықеттердің бекінуіне қатысады. Табан сүйектері. Табан сүйектері 3 бөлімге бөлінеді. Тобық сүйектері, тарсал бонс, 7 сүйектен тұрады. Табанның ортаңғы сүйектері, метатарсал бонс, 5 сүйектен құралған. Саусақ сүйектері, фаланж бонс, 14 сүйекті қамтиды. Табан сүйектері табандағы доғаларды түзеді. Бұл адамның жүру кезінде соққыны азайтып, тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Аяқ сүйектерінің физиологиялық маңызы. Аяқ сүйектері қозғалысты қамтамасыз етеді, дене салмағын дұрыс бөледі, бұлшықеттермен бірігіп жұмыс істейді. Буындар арқылы икемді қозғалысқа мүмкіндік береді. Клиникалық тұрғыдан алғанда, сыну, шығу, остеопороз, жалпақтабандылық сияқты жағдайлар осы сүйектердің қызметімен тікелей байланысты. Сонымен аяқ сүйектері адамның қозғалыс қабілетінің негізі болып табылады. Жамбас, сан, балтыр және табан сүйектері бірлесіп жұмыс істеп, адамға тік жүруге, қозғалыс жасауға және тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді. Бұл тақырыпты жақсы меңгеру клиникалық пәндерді түсінудің маңыздылық шарты.